Достар, барлықтарыңызға сәлем. Мен уже Стамбулда тұрып жатқанда 10 күндей болып қалды. Көп адамға рум-тур түсіремін деп уәде берген болатын. Сол үшін давайте сіздермен мен тұрып жатқан жерімді бірге көрейік. Кеттік. Так, мінекей мен тұрып жатқан жерім. Мына жерде мынандай кодпен кіреміз, немесе не басамыз. Міне ашылды. Кодты жазғаннан кейін. Так, мынау бірінші этаж. Мына жерде мынандай. И үстіге көтерілеміз 3-ші этажға. Мына жерде бірінші этажда бірінші комнаталар. Так, мына жерде дезинфекциялау. Мен тұратын жерім. Бұл жерде специально пикалкамен кіресін. Қазір біз үшін есік аштық. Так, кеттік. Но мен давайте сіздерге бірінші аяқ киімдердің барлығы осылай шешіледі. И аяқ киімі киелі. Мына 4 комнатада, 10 жақта біздің комната. Біздің комната. Мінекей. Так, сіздерге мына жерде шкафтан бастайын, шкаф қараңыздар. Бардак сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ вот шкаф, и мына жерде зона отдыха, да, мына жерде біз шай ішеміз. Мына жерде орамалдар жайылып тұр, не обращайте внимание, мынандай үлкен кровать. Матрасы өте жұмсақ, өте керемет. Постельді ауыстырып тұрамыз, бір күн сайын, 2 күн сайын. Вот, кондиционер бар. Как раз мен күн суық болған кезде, ыстық тоң қалған кезде осы кондиционерімді қолданған болатынмын. Вот, мына жерде каждый төсектің ар жағында мынандай кішкентай журнальный столиктар бар. Мына жерде мен кітаптарым, беруші, көзге маска, мына жерде пульт. Вот. И осындай вид. Көше тыныш өте. Вот. И ар жақта да тоже тыныш. Үйдің арт жағы. Мында кішкентай журнальный тағы да столиктар бар, шай ішетін. Мынау бір зарядтайтын ұзын удлинитель. Мына жер тоже зона отдыха, кішкентай біздің диван. Оның қасында мынадай жасыл, қазір по идее трендте. Міне мынандай шкаф. Шкаф мына жерде біздің чемодандар. Так, мынау шкаф. Шкафтың ішін көрсетпей қояйын сіздерге. Мына шкафты көрсетейін. Мына жерде біздің заттарымыз, киімдерімізді іліп қойды осылай. Так, тағы да мен. Вот. И осы біздің комната мына жерге қойдық. Енді, как обычно, просто сіздерге көрсетіп жатырмын, біздің лайфта. Так, былай барамыз. Мына жерде бізде таза заттар, киімдер, осы жерде прачечная деген сияқты, Сосын сол жағымызда бізде мына жерде кухня. Кухняда көріп тұрғандарыңыздай шкаф, мына жерде бүкіл ыдыстар. Мына жерде ыдыс жуатын машина. Мына біздің пешіміз. Мына жерде бізде тамақ жасап жатыр. Так, мына жерде духовкада ештеңе жасамаймыз. Потом мына жерде микроволновка. Мына тостер жасайтын машина, мына кофе жасайтын машина. И ар жақта бізде прачечная, яғни мына жерде стиральная машина и сушилка. Бір этажда 2 комната. Так, мына жерде уборная. Бір этажда 2 комната, мына жерде 1 комната. Тоже и тағы да бір туалет, уборная, да. Мынау біздің, кәсіге айтпай тұрып, мынау біздің зал, жұмыс жасайтын жер.
біздің сонымен залымыз. Бұл жерде біз не істейміз, оң жағымызда кофе машина, күніне 3-4 рет кофе жаңартылып тұрады. Барлық кофенің түрлері, шайлар, міне осындай конфеттер болып тұрады мына жерде. Отыратын, демалатын орын, телевизор көрсек болады, PlayStation ойнасақ болады. Және мынандай кішкене кітапхана, бұл жерде ағылшынша, түркше, қытайша, жапонша, әртүрлі тілде кітаптар бар. Сонымен қатар мынандай натуральный шайлар, иістері керемет, осыларды жасасақ болады. Релакс үшін, миыңызды тыныштандыру үшін осындай шайлар. Мынау қандай күн түскенде әдемі тұрады екен. Вот, мына жұмыс залы. Бұл жерде тағы да бір телевизор бар. Бұл жерде кино қойып көрсеңіздер болады. Мына диванда жайғасып. Вот. И мына жерде келген қонақтарды естіп түсіріп алады. Мына жерде менің суретім бар. Қазір сіздерге көрсетейін. Мониторым мына жерде. Вот. Так, мына гүлге білмеймін, бірнеше уақыт болды, ұзақ уақыт болды. Естіп, терезеден мынандай вид. Мына иттерді қараңыздар. Масаған. Вот. И мына жерде мынандай алоэ өсімдігі. Мен жақсы көретін айнам. Так, шахмат. Мына әдемі иіс беріп тұрсын осындай кепкен гүлдер. Мына жерде менің жұмыс орталығым. Бұл жерде компьютер бар. Өз ноутбугымен жұмыс жасаймын. Терезе ары қарай. Мына жерде бізде жұмыс жасап отыр. Так, и осы жерде біз қағаздарымызды шығарып алсақ болады. Осындай компьютермен де жұмыс жасасақ болады. Мына жерде түрлі ойындар бар. Қараңыздар. Мына ойындармен көбісін ойнап үлгерген жоқпыз әлі. Uno деген сияқты. Ішінде міне осы Uno, әртүрлі сатранг. Так. Вот, біздің этаждың бар көрінісі осы. Мына жерге адамдар жұмыс істеуге келеді. Тек қана. Ал бір этажда өзі 2 ғана комната. Мен құрбыммен өмір сүремін. И және мына жерде бір кісі тұрады. Сіздермен террасаға шақырайық. Біздің үйіміздің ең керемет жері мына жерде осындай нелер шемсие, зонтиктар тұрады. Түркше шемсие. Осыларды алып далаға шықсаңыздар болады жаңбыр болған. Терраса бізде мына жерде адамдар демалып отыр. Бізде мына жерде видта теңіз бар. Неше түрлі нәрселер өсіріп қойған адамдары келіп, осыларды күтіп кетеді, қарап. Так, осындай кең алаң терраса. Достар, осымен рум-тур видеоблогы өз мәресіне жетті. Сіздерге ұнағады деген үміттемін. Бізге бұл жер өте қатты ұнайды. Әртүрлі елдерден келген адамдар бар. Жұмыс істеуге Wi-Fi болсын, тазалығы болсын, барлық жағынан өте ыңғайлы. Сен артынан жинайтын адамдар бар. Комнатасы өте кең, виді керемет, террасасы бар. Басқа бұдан артық қандай керемет жер болатынын мен білмеймін. Сол үшін біз осы жерге келгенде ғашық болдық. Әлі де ғашықпыз. Ал, hoşça kalın.